Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырып Қызыл жұлдызға саяхат. Бүгін сабақта Қызыл жұлдыз туралы мәлімет тыңдайсың. Получишь информацию о Марсе. Жаңа сөздер: шұңқыр, яма, қатпар, складки, наслоение, таулар, горы, судың орны, место воды. Жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріне жазып алыңдар. Ойланайық, давайте подумаем. Суретке қара, посмотри на рисунки. Ғаламшарлардың атауын айт. Назови данные планеты. Земля, Сатурн, Марс. Қазақша қалай болады? Жер, қоңырқай, қызыл жұлдыз. Дұрыс, балалар. Ізденейік. Давайте поищем ответы на данные вопросы. Ғаламшар не себепті қызыл жұлдыз аталған? Почему планета называется қызыл жұлдыз, красная планета? Қызыл жұлдыз жерден қанша есе кіші? Насколько Марс меньше Земли? Қызыл жұлдызда тау бар ма? Есть ли горы на Марсе? Қызыл жұлдызда су бар ма? Есть ли вода на Марсе? Қызыл жұлдыз ғаламшарында өмір сүруге бола ма? Можно ли жить на планете Марс? Енді осы сұрақтарға жауап іздейік. Тыңдайық, послушаем. Марс ғаламшарын қазақша қызыл жұлдыз деп те атаған. Өйткені қызыл жұлдыздың топырағында темір оксиді көп. Сондықтан ғаламшардың түсі қызыл. Қызыл жұлдыз жерден 2 есе кіші, ал салмағы 10 есе аз. Ғалымдардың айтуынша, қызыл жұлдызда жанартаулар және су болған. Қазір қызыл жұлдызда күн жүйесіндегі ең биік тау бар. Ол Олимп тауы. Балалар, ребята, мәтінді бірлет оқып шығыңдар және аудармасын оқып алыңдар. Сұрақтарға жауапты осы мәтіннен табасыңдар. Здесь вы найдете ответы, жауаптар на вопросы. Ойланайық. Мынау жаңа сөздер, это новые слова. Қатпар, шұңқыр, таулар, судың орны. Соотнесите слова с рисунками. Сәйкестендір, соотнеси. Ойланайық, балалар, подумаем. Қатпар. Что такое қатпар? Слои, наслоение, да? От вулканических лав, когда они угасают, собираются, наслаиваются друг на друга. Вот это называется қатпар. Шұңқыр, яма, таулар, горы, судың орны, место воды. Только что в тексте, мәтінде мы с вами прочитали, что ғалымдардың айтуынша, по мнению ученых, на Марсе была вода. Мынау судың орны, и это место воды, где раньше она находилась. Сөйлесейік, давайте поговорим. Суретке қара, посмотри на рисунок. Не көріп тұрғаныңды айтып бер. Скажи, что ты видишь. Не көріп тұрғаныңды. Расскажи о том, что ты видишь. Балалар, мынау қандай ғаламшар? Ғаламшарда кімдер жүр? Ғаламшарда нелер бар? Осы сұрақтарға жауап берейік. Суреттен
Қызыл жұлдыз ғаламшарын көріп тұрмын. Ғаламшарда зерттеушілер жүр. Әуе көліктері тұр. Қызыл жұлдызда таулар, жанартау қатпарлары, шұңқырлар бар. Жақсы балалар. Я надеюсь, что вы тоже составили такие же предложения. Нужно уметь составлять небольшие лаконичные предложения. Қысқа да және нұсқа сөздерді, сөйлемдерді құрау керек. Жақсы балалар. Сен білесің бе? Знаешь ли ты? Айдарынан из раздела «Знаешь ли ты?» 1997 жылы ең алғаш қызыл жұлдызға геолог машинелер жеткізілген. Самыми первыми были доставлены на Марс машины-геологи в 1997 году. Одиссей, Спирит атты робот-машинелер қызыл жұлдыз таулары алғашқы мәліметті суретке түсіріп, жерге жеткізіп отырды. Машины-роботы Одиссей и Спирит самые первые информацию снимали на фотографии о Марсе и отправляли на Землю. Қызыл жұлдыз сөнген жанартау қатпары. Красная звезда – это планета, которая наслоена погасшими лавами вулкана. Ол шұңқыр және жанартаудан тұрады. Он в основном состоит из ям и вулканов. Балалар, осындай мәлімет. Ребята, вот такая мәлімет информация. Енді үй жұмысы, айтылым, говорение. Үшінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Ребята, мы с этими вопросами уже были знакомы. И ответы вы найдете мына мәтіннен в данном тексте. Жазылым, письменная работа. Алтыншы тапсырма, сурет бойынша сұраққа жазбаша жауап бер. Письменно ответьте на вопросы. Суретте қанша тау бар? Сколько тау гор вы видите? Суреттегі зерттеушілер саны қанша? Ребята, отвечайте так же, как задан вопрос. Суреттегі зерттеушілер саны? Төртеу. Айналада қанша жұлдыз бар? Жұлдыз. Сколько звезд вы видите? Можно цифрой, а можно словом много, да, ответить. Суретте қанша әуе көлігі бар? Әуе көлігі бар. Қанша? Сколько космических кораблей вы видите? Қанша ту орнатылған? Ту – это флаг. Қанша орнатылған? Сколько вы видите флагов? Қызыл жұлдызда қанша жанартау қатпарлары көрінеді? Сколько остатков лав вы видите? Ну, мы с вами говорили, что вся планета она наслоена остатками лав. Яғни біреу, да, полностью біреу. Қызыл жұлдыздан неше шұңқыр көріп тұрсың? Неше шұңқыр көріп тұрсың? Сколько ям ты видишь? Ребята, это задание ваше письменное. Жазылым, письменная работа. Балалар, егер тапсырма түсінікті болса, если вам задание все понятно, тапсырмаларды орындаймыз, выполняем задание. Жаңа сөздерді жаттаймыз, учим новые слова. Сау болыңдар, балалар.